Сәлем достар, бүгін мен сіздерге фен мен плойкадан зақымданған шаштарға арналған масканы жасап көрсететін боламын. Мектепте 11 оқып жүргенімде шашыма фенмен көп укладка жасай беріп күйдіріп алғанмын. Шашымның мочалка сияқты әлсіз болып кеткенде осы масканы тауып жиі істей бастадым. Нәтижесінде шашым тегістеліп, жұмсақ және жылтырап тұратын болды. Сізге де осы маска көмектеседі деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап каналыма тіркеліңіздер. Ал бастайық. Ол үшін бір пиала айранды жылытып аламыз, сосын оған бір жұмыртқа қосып араластырамыз. Егер домашний айран болса тіптен керемет. Осылай шашымызға түбінен ұшына дейін жақсылап жағып, басымызға пакет киіп, жылы ұстау үшін сүлгімен ораймыз. Бір сағаттан кейін шашымызды жай жылы сумен шайып кептіреміз. Тек 1-2 күннен кейін шашымызды шампуньмен жусаңыз болады. Оған дейін бұл маскамыз шашымызға сіңуі керек. Егер шашыңыз қатты зақымданған болса, осы масканы аптасына 2 рет жиі істеген абзал. Достар, видео ұнаған болса каналыма тіркеліңіздер, қоңыраушаны басып, алда болатын влогтарды жіберіп алмаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.